Быйыл Құрбан айт мерекесі ұлттық дәстүрімізге сай кең көлемде атап өтілмек. Мереке күндері республика бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, мешіт аулаларында киіз үй тігіліп, спорттық жарыстар өтеді. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы жұртшылықты айт мерекесін ұлттық киім киіп, салт дәстүрге сай атап өтуге шақырды. Сондай-ақ ол осы күндері араздасқан жандарды татуластыратын айт татулық мерекесі атты акция өтетін мәлімдеді. Одан бөлек діни басқарма құрбан шалудың талаптарын түсіндірді. Құрбандық айт намазы оқылғаннан кейін шалынады. Малдың жасы шариғат талаптарына сай болуы қажет. Қой мен ешкі 1 жастан асқан, сиыр 2 жасқа толған, ал түйе 5 жасқа жеткен болу керек. Құрбандық малдың дені сау, кемшіліксіз болуы маңызды. Еске сала кетейін, Құрбан айт 27 мамыр басталады. Ол күн ресми демалыс болып саналады. 26 мамыр Арапа күні. Құрбан айт тек діни мереке ғана емес, қоғамдағы бірлік пен татулықты нығайтатын, қайырымдылықты паш ететін рухани мейрам. Осы орайда еліміздегі барша кәсіпкер азаматтарды Құрбан айтта мал құнын қолдан көтермей, халықтың әлеуметтік жағдайын ескеріп, оңтайлы баға ұсынуға, жұртымызды күнде тұтынатын азық-түлікке мүмкіндігінше жеңілдік жасауға үндеймін.